Ел бойынша 4 өңірде 8 миллион 300 мың гектар жер мақсатсыз пайдаланылған. Басқа аймақтардағы жағдай әлі белгісіз. Бірақ ғарыштық мониторинг мәселесі түбегейлі шешу мүмкін. Қаңтардан бастап ауыл шаруашылық алқаптарын арнайы аппараттармен тексеру көзделіп отыр. Және президент жүктеген міндеттің бірі жерді иеленіп, бірақ кәдеге жаратпаған шаруаларға салық көбейеді. Толығырақ тілші тарқатады. Ауыл шаруашылығы жерлерін ғарыштан бақылау технологиясы елде қаңтар айынан бастап толық енгізіледі. Бұған дейін жоба Ақмола, Қостанай, Шығыс Қазақстан және Маңғыстау облысында пилоттық негізде жүзеге асырылған. Сол арқылы аталған 4 өңірде миллиондаған гектар жердің игерусіз жатқаны анықталды. Бұл 4 облыстың ғарыштық мониторингінің өзінің істеген жұмыстары осы желтоқсан айында қарағанда 8,3 миллион гектарды жаңағы жерді тиімсіз пайдаланып деп көрсетіп отыр. Екінші берілген тапсырма мемлекет басшысының ол 10 еседен 20 есеге жаңа пайдаланбайтын жерлердің салықтық базасын өсіру болатын, мөлшерін өсіру болатын. Енді ауыл шаруашылығы жерлері мақсатты пайдаланылмаса, бұрынғыдан 2 есе салық төленеді. Демек, алқапты игеруге келгенде шаруалар асығуы тиіс. Әйтпегенде жер мемлекет меншігіне қайтарылады. Пайдаланылмайтын жерлерді анықтау және оларды мемлекетке қайтару жұмыстары бұрынғы жылдармен салыстырғанда соңғы 2 жылда қарқынды жүргізіліп жатыр. Мысалы 2016-2018 жылдардағы 3 жылдың ішінде қайтарылған жерге қарағанда кейінгі 2019-2020 жылдары 2 есе көбейіп қайтарылған жерлердің көлемі. Ауыл шаруашылығы министрлігі 2 бірдей заңға өзгерістер енгізді. Жер қатынастарын цифрландыруды көздейтін құжат сала жұмысын қағазбастылықтан арылтпақ. То есть он дает прозрачность нам. Мы видим, какие земли у нас свободны. Жер қатынастары ашық болады. Шаруалар қай жер телімі сатып алуға болатынын алдын ала көріп біліп отырады. Сөйтіп әрі қарай барлығын электронды түрде жүзеге асырады. Қағаз күйінде қызмет көрсету азаяды. Жерді ғарыштан бақылау жобасы өз тиімділігін көрсетті. Енді өзге өңірлерге енгізіледі. Ал алқапты тексеру кезеңдері мен қайтару мерзімі қысқарады. Әзірге 2 жылдан 1 жылға дейін дейді сала өкілдері. Рауан Мыңбаев, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24.